Саламатсыздар ма оқушылар? Біз бүгін 9 класста өткізілетін емтихандарда берілетін есептердің шешімдерімен сіздермен бөліскелі отырмын. Менің каналыма тіркеліп қойыңыздар. Бізде бірінші есеп, алғашқы есебіміз мынадай. Бізде енді ол яғни арнайы кітаптар жинағынан алынып отыр. Сол бойынша сіздерге есеп шығару үлгілерін көрсеткім келіп отыр. Бұл емтиханда міндетті түрде кездеседі. Бірінші есебіміз 28,5-4 бөлінген 13,7-5 қосылған 6,5-3 бөлінген 3-2. Яғни бұл бөлшек сызығының үстінде орналасқан, бөлімінде 1,16-11 бөлінген 2,4-1 тең болады. Бір қарағанда оңай болып көрінуі мүмкін, бірақ көбіне осы бөлшектерді орындаған кезде оқушылар көбіне шатасады. Яғни бірінші қай амалы орындалу керек, қалай орындалу керек, соның ретін көбіне біле бермейді. Сондықтан сіздерге осындай амалдар орындау ретін ұсынғалы отырмын. Бізде бірінші бөлшектің алымы мынау бөлімі болып айтылады. Бөлшектің бірінші алымын орындап аламыз. Яғни бірінші орындалатын амал бізде мына бірінші аралас бөлшек түрінде берілген бөлшектерді орындап аламыз. Бірінші бөлу, қосу, бөлу болып жазылып тұр ғой. Біз бірінші бөлуді орындап аламыз. Яғни мына аралас бөлшектерді бірінші жеке бөліп аламыз. Яғни 28,5-4 бөлінген 13,7-5. Бірінші осы амалды шешіп аламыз. Бізде бөлшек аралас бөлшек түрінде келтіріп тұр. Біз оны кәдімгі бөлшекке айналдырып аламыз, жай бөлшекке. Оны айналдыру үшін 5-ті 28-ге көбейтемін де 4-ке қосамын. Яғни бөлшектің бөлімі сол күйінде қалады, өзгермейді. 5-ті 28-ге көбейткенде 140 болады. 140-қа 4 қосасын, 144. Келесі бөлінген 7-ні 13-ке көбейтем, 91, 91-ге 5 қосам, 96, 7-ден 96. Енді қараңыздар, бөлшекті біз бөлінген жағдайда сразу бөлумен бөле алмаймыз. Ол үшін мына бөлуді көбейту амалымен алмастырамын. Сонда 5-тен 144 көбейтілген 96-дан 7 болады, тең болады. Яғни істедім мен екінші бөлшекті алыммен бөлімін алмастырып жаздым. Яғни көбейтуге алмастырған жағдайда екінші бөлшек алмасып, орындары алмасады. Енді 140 қысқартамыз ары қарай. 144-ті 96-ға бөлгенде қанша болады? Немесе екеуі 144, мысалы 196-ға бөлінбейді, яғни бөлінеді, бірақ енді ондық бөлшекпен шығады, бірақ бізге натурал сан шығу үшін 144 екеуі де бөлінетін бірдей сан табуымыз керек. Яғни 144 12-ке бөлінеді, 12 болады. 96-ны 12-ке бөлеміз, 8 болады. Сонда енді қараңыздар, алымындағы сандар бізде 12, 7. 12-ні 7-ге көбейтем, 84. 8-ді 5-ке көбейтем, 40 болады. Енді тағы да қысқартуға келем. Мысалы бізде 84-ті 4-ке бөлемені, 84 4-ке бөлінеді, 21 болады. 40-ті 4-ке бөлем, 10 болады. Сонда 10-нан 21 тең болады. 21-ді 10-ға, яғни алымын бөліміне бөлеміз. 21-ді 10-ға бөлгенде 2,1 деген ондық бөлшек шығады. Міне біздің бірінші есебіміздің жауабы осы. Келесі сіздерге теңдеуден бір мысал көрсетейін. Яғни бүгінгі біздің шығарып жатқан есептеріміздің барлығы емтиханда кездесетін есептер. Жазайын келесін. Теңдеуге мысал келтіріп жазайық. Бөлшек
Ал мында x азайтылған 1/2 бөлімінде 3/2 тең болады. Бөлшек сызығы x азайтылған 3/145 бөлімінде 1/17. Енді осы теңдеуді қалай шығарамыз біз? Бұл теңдеуді шығару үшін біз бұны вертикаль түрінде істейміз, көбейтіп аламыз. Яғни былай міне вертикаль дегеніміз осылай міне көбейтіп аламыз. Сонда x минус 1/2-ден азайттық қой, соны 1/17 көбейтемін. Яғни бірінші коэффициент алдына жазылады. 1/17-ні жақшаның көбейтемін, жақшаның ішіне алам. X азайтылған 1/12 тең болады. 3/12-ні көбейтемін қаншаға? X азайтылған 3/145-ке. Енді қараңыздар, жақшаның алдында тұрған коэффициентті жақшаның ішіндегі әрбір айнымалыға не істеймін? Жеке-жеке көбейтіп алам. Сонда 1/17-ні x-қа көбейтем. 1/17x азайтылған 1/17-ні 1/12-ке көбейтемін. 2/104 болады. Тең болады. 3/12-ні x-қа көбейтемін. 3/12x азайтылған 3/12-ні 3/145-ке көбейтемін. Яғни 11/104 болады. Енді істейміз арғарай. Енді ұқсас қосылғыштарды біріктіреміз. Немесе ұқсас қосылғыштарды біріктіру деген сөз x бар айнымаларды бір бөлек есептейміз. Мынадай ондық бөлшектерді бір бөлек есептейміз. Немесе бірінші басынан бастап жазам. 1/17x азайтылған 2/104 минус деп, яғни мына осы тұрған кезде санымыз плюс қой, оны сол жаққа шығару үшін алдына минус болады. Плюсіміз минус бола алады. 3/2x алды минус болса, мына жер таңба өзгереді. Плюс 11/104. Яғни не істейміз? Бұл берілген теңдеуді 0-ге теңестіреміз. Енді қарайық. 1/17x, екінші x-тің алдындағы сан минус 3/2x, яғни біреуінің алды плюс, біреуінің алды минус болса, ол теріс таңба болады. Және ол істейді, бір-бірінен азайтылады. Яғни 3/12-ден 1/17 азайтам, минус 1/15x. Келесі, минус 2/104 плюс 11/104, яғни біреу минус, біреуінің алды плюс. Яғни тағы да бұл сандар бір-бірінен азайтамыз. Яғни минус пен плюс бізде минус береді. Яғни минус жазып қоямын. 11/104-тен 2/104 азайтқанда 9 алады. 9 тең болады 0. Сонда минус 1/15x тең болады 0-ге. Керісіне жаққа шығарам, қосамын 9-ды, 9 болады. X тең болады 1/15-ті 9-ға бөлем. X тең болады. Немесе, яғни сонда минус x тең болады 9-ды 1/15-ке бөлем. Яғни 90-ды сонда 15-ке бөлемін. Бізде тең 6-ға. Онда x тең болады. X тең болады нешеге? X тең болады 6-ға.